үй жұмысын жақсы орындап келіпсіңдер. Біз 9-шы тарауда әлемдегі ірі кітапханаларда бастаған болатынбыз, иә? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбында кітап күні деп аталынады. Кітаптар оқылымға қараймыз. Қазір сендерге оқылымды ашып беремін, балалар. Сабағымыздың мақсатына қарайтын болсақ, коммуникативті жағдаятқа сай, ресми сөздер мен тіркестерді, дайын тіркестер мен терминдерді орынды қолданып, диалогқа қатысу, ойын анық жеткізу болып табылады. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты. Кітап күні туралы не білеміз? Кітап адам баласы ақыл ойынан туған рухани байлықты сақтап, оны ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп отыратын құрал. Білім мен тәрбие көзі. Ол адамзат жасаған ең ұлы кереметтердің бірі. 23 сәуір халықаралық кітап және авторлық құқық күні. Арабтың кітап деген сөзі қазақша жазу, жазба деген мағынаны білдіреді. Кітаптың шығуы мен дамуы сол жазу өнерінің пайда болуымен тығыз байланысты. Ол қажетті материалдарды ойлап табысуына және техниканың дамуына сәйкес жетілдіре берді. Ежелгі заманда Мысыр мен Шығыс елдерінде, Греция мен Римде кітап қыш тақталарға жазылды. Кітап тас бетіне де қашалды жазылды. Түркі халықтарының көне жазба мұрасы болып табылатын арқон немесе жазба ескерткіштері 7-9 ғасыр ашық аспан астында тұрған тас кітаптар деп айтуға болады. Міне, біз кітап жайында осындай мәлімет алып қалдық, иә? Қаяқтан алынған екен, бірінші қайда жазылған екен? Ең алдымен жаңағы халықаралық кітап күнінде авторлық құқығының қай күнде болған екен? Алғашқы кітаптар қайда жазылыпты? Тас қарқашалықта жазылған екен, бірден мына басқа түріне көшкен жоқ қой бұл кітаптағы берілетін мәліметтер. Міне, көрдіңдер ме? Тапсырмаларда осындай мәлімет беріледі. Енді ары қарай біз бөліміміз бойынша нені өтіп жатқан еді? Сөз таптарына қарай үстеулерді өтіп жатқан болатынбыз, иә? Қай үстеуге келіп тоқтадық? Біз себеп салдар үстеуіне келіп тоқтадық, иә? Себеп салдар үстеуі дегеніміз, себеп салдар үстеуі не себепті, қалай, неге деген сұрақтарға жауап береді. Себеп салдар үстеуі қимылдың, іс-әрекеттің болу себебін білдіреді. Ары қарай жайып айтып жүрші. Себеп салдар үстеулеріне құр босқа, лажсыздар, босқа, амалсыздар, бекерге, шарасыздар деген сияқты сөздер жатады. Бұл сөздер етістікпен тіркесі қолданылады. Мысалы, босқа ренжіді, лажсыздан келісті, тағы басқа үстеулер. Амалсыздан, босқа, лажсыздан деген сөздер берілетініне оқулыққа назар аударайық балалар. Оқулығымызда, 3-ші тапсырмамызда бізде кітап досың, ұстазың, кеңесшің және ақылшың тақырыбында жинақы мәтін жазамыз. Яғни, бұл құралған жинақы мәтіндерінің ішінде бізде не болуы қажет? Себеп салдар үстеулері арасына қоса отырып, ойымызды жинақтай отырып, берілген тақырыпта жинақы мәтін жаза қойып. Ал іске сәт балалар.
бермеушіге себеп салдар істеулерін қолдана отырып, бірден астын сызып кетеміз балдар. Жарайсың. Жобалап қалдық па? Үнжу басады. Ойларымды жинақтап айталады. Қанекей, Кітап досым, ұстазым, кеңесшім, ақылшым. Мен бұл сөзге келісемін, себебі кітап бізді білімге үйретеді. Адамдар уақытын босқа кетіргенше кітап оқығаны дұрыс. Текке уақыт құртып, кітап оқып, өз әдебиеті менен тарихымызды білеміз. Құр босқа кеткен уақытымыз білімге кетсін. Шын мәнінде адамдар барлық алтын уақытын бекерден өткізеді. Кітап білім бұлағы, білім өмір шырағы деп ата-бабамыз бекер айтпаған. Кітап асыл қазына. жарайсың, өте жақсы. Қандай себеп салдар істеулерін қолданды? Мен босқа, текке, құр босқа деген себеп салдар істеулерін қолдандым. Жарайсың. Ал Айзере айта ғой. Кітап досың, ұстазың, кеңесшің, ақылшың. Кітап ол сенің ең адал досың. Себебі ол саған ешқашан жамандық ойламайды. Текке ұялы телефонды көргеннен кітап оқып ақылды болған дұрыс. Тіпті кітап сенің ұстазың. Ал егер де сен уақытыңды бөліп, кітап оқысаң күні бойы шаршамай жүресің. Яғни босқа уақытыңды кетіріп ғаламторда отырғаннан кітап оқып уақытыңды тиімді өткізген жөн. Жарайсың. Қандай істеулерді қолдандыңыз? Текке босқа деген Себеп салдар істеуін қолданды, я? Ал Аян айта ғой. Адамдар босқа отырмай кітап досым, ұстазым, кеңесшім, ақылшым. Адамдар босқа отырмай кітап оқу керек. Себебі құр босқа отыру пайда әкелмейді. Ал кітап оқысаң миың жұмыс істеп, күні бойы шаршамай жүресің. Амалсызда болса оқыған пайдалы. Себебі кітап бізге ұстазымыз секілді білім береді. Жарайсың. Қаншалықты себеп салдар істеуін қолдана алдың? 3 себеп салдар. Қандай? Босқа, құр босқа, амалсызда. Әрине, яғни біз кітап досым деп не себепті айтамыз? Қаншайым ойыңды айта қойшы? Кітап біздің досымыз, ақылшымыз, ұстазымыз, кеңесшіміз. Өйткені кітап бізге білім береді. Қазіргі таңда көбісі құр босқа текке ұялы телефон көріп жатады. Оларға айтарым, анда-санда кітап оқып тұрғаны пайдалы. Кітап асыл қазына. Кітап арқылы тарих пен бүкіл ел жайлы, спорт жайлы біле аламыз. Жарайсың. Қандай себеп салдар істеулерін қолдандың? Текке құр босқа деген себеп салдарын Істеуін қолданды. Жарайсыңдар. Келісемін балалар. Енді екінші тапсырмаға назар аударайық балалар. Оқулықпен жұмыс. 5-ші тапсырмаға. Абайдың өлеңін оқып шығып, өз ойларыңды 4-5 сөйлеммен жазып жеткізе қойыңдар. Өлеңді сендерге дауыстап оқып берейін, өздеріңді жұмыс жасап, ары қарай ойымызды сөйлеммен білдірейік. Қайда ойлама, ар ойла, талап қыл артық білуге. Артық қылым кітапта ерінбей оқып көруге. Абай Құнанбайұлының өлеңі беріліп тұр. Өз ойларыңды немен жазамыз? 4-5 сөйлеммен жазып нақтылап қойыңдар балалар. Ойларыңды қорытындылап қойыңдар. Кім ұшқыр, кім ойын нақты жеткізе алады? Осы 4-5 сөйлем арқылы да ойымызды өлеңнің мазмұнын ашып жеткізуімізге болады. Ал, қане, уақыт қолдай сөйлеуді ғой. Ешқашан пайда ойлап арыңды сатпа. Одан да артық біліп ізден. Барлық білім әрине кітапта болады. Егер де сен оны едірей оқысаң. Әрине, жарайсың. Ал, Пайда ойлама дегені, пайда өмірге көп пайдасы жоқ. Ал ар